Мен қазақтың соңғы ханы Кенесары. Сатқындықтың кесірінен басым кесіліп Ресей патшасына табысталды. Әлі күнге дейін туған жерімнің бір уыс топырағы бұйырмады. Кенесары хан Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы, Абылай ханның немересі. Ол Ресей империясына қарсы 10 жылға созылған ірі ұлт азаттық көтерілістің басшысы. Оған себеп ақ патшаның қазақ даласын күллі Азия елдері мен жерлеріне бастар қақпа деп есептеп, отарлауды көздеуі. Кіші жүз бен орта жүз Ресей билігіне өтіп, ондағы хандық билік жойылған соң жерді тартып алып, қазақ жеріне бекініс салу басталды. Дәл осы тұста тарих сахнасында Кенесары бой көтерді. Оның көтеріліс бастаудағы басты мақсаты жерді қайтару, салықты жою, хандық билікті қалпына келтіру. Ол отаршыл үкіметке қарсы жүйелі ұйымдасқан жауынгер саны 20 мыңға жуық әскер құрды. 1941 жылы Кенесары 300-дің басын қосып, өзін хан сайлап, хандық билікті қалпына келтірді. Алым салық мәселесін реттеп, сауда-саттық саясатын жүргізді. Атасы Абылайдың тұсындағы егеменді мемлекеттілікті қалпына келтіруге бар күшін салды. Осының бәрін ұйымдастырып, 10 жыл бойы патша үкіметіне дес бермеген Кенесары хан соғыста сатқындықтың кесірінен қаза тапты. Жапония несімен құрметті болып отыр дүниеге. Қытай несімен барлығында ұлттық идеологиясы бар. Ұлттық идеология болған жерде ұлттық тіл деген өзімен жүреді. Ең алдымен ұлттық идеология. Біздің халқымыздан асқан халықтық идея ешкімде жоқ. Жаным, малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деген қазақ. Міне халықтық идея бар. Бізге керегі енді мына бәлен түгел бәтшағарлықтың барлығынан құтылу үшін ұлттық идеология керек. Ұлттық идеологияны жасау керек. Жетет, міне 21 жыл ұлттық идеологиясы болып, халық тозып бітті. Сіздерге мен айтайын, осыдан 6 жыл бұрын міне академик Оразбақ кішкентай проверкаға салып 43 ұрудың қанын апарып зерттеп, хромосомалық деңгейге келгенде бірақ адамның қаны болған ғой. Бірақ адамның қанын көрсеткен табиғат. Сонда сіздің мына ақжағалы ағылшының, француздың, жапонның, Қытайың барлық көз төбесіне шығады. Сонда айтады, міне, еш халықта жоқ, мына 7 атаға дейін қыз алыспау. Ұру деген біздің қазақ халқымызда дәстүр салтымыз дейді. Сондықтан ұруыңды біліп, 7 атаңды білу, бұл ұруға бөліну үшін жасалған нәрсе емес. Біз надандықтан, білместіктің салдарынан өзіміздің ата-бабамыздың жасап кеткен ақ дүниесінің бәрін қаралап, осындай жағдайға келіп жүрміз. Сондықтан ғылымға өңілу керек, білімге өңілу керек. Сонда халқымыздың қасиеті танылады.